Жалғыз әйел немесе менің сүйікті пятницам. Қазақша әңгіме. Жанар Әбішева. Мақсат Ақтаудан келген әріптесін мейрамханаға шақырды. Көптен күткен қонағына үйді көрсете алмағанына қатты ыңғайсызданып отыр. Кеше әйелі Ұлмекен аяқ астынан шалынысып құлап, қабырғасын аласа темірге соғып алған еді. Әйелі қозғалмақ тұрмақ, қолын көтерсе сөйлесе, өкпесіне бір нәрсе қадалғандай болып, ауырсынып, өңі қашып жатып қалған келіншегінің жағдайының мәз емес екенін көріп, дәрігер шақыртқан. Қабырғасына зақым келген. Бір жетіде қозғалмай жатып, шар үрлеуге тырыссын. Сосын өкпесін тексереміз, деп ауру басатын дәрі жазып берген еді. Енді не істеймін, деп шарасыз күйге түскен күйеуіне есік мейрамханасының тамақтары дәмді. Бірінші күні сол жерге апарып күт. Шамам келсе тұрамын ғой, сосын үйге алып келіп, жағдайды көрсетесің. Қонақ бөлмеде ұйықтайды дейді. Әйелінің ақылымен мейрамханада кездесуді жөн көрді. Екі әріптес тамаққа тапсырыс беріп, енді әңгімеге кірісе бергенде, сыңғырлай күліп, ортасында бір-екі ер адамы бар 4 әйел кіріп келді. Орталарындағы оттай жанған жанарымен жан-жағын шола қарап, бидай өңі бал-бұл жанып, ал қызыл дәнді еріндерінің арасынан әппақ ірі тістері ақсиып көрінгені, күлгені өзіне қатты жарасып, жарқылдап сөйлеп келе жатқан әйелге көзі түсіп, аңырайып қарап қалды. Әріптесі, танисың ба? Деді. Мақсат қысыңқырлап, басын шайқады. Тамағын кенеп, қайта әңгімеге ден қойған саты. Оң жақтағы 6 кісілік алдын ала жасалып қойған дастарханға жайғасқан, олардың ду-ду еткен көңілді күлкісі, көтеріңкі дауыстары көңілді алаңдата берді. Бір уақытта туған күн иесі Азияның құрметіне вальс шырқалады деді. Жұп-жұп болып шыққан оларға қарап отырған Мақсат, ана 2 келіншекті бөліп билейік дейді. Ыңғайсыз болмаса жарайды дейді серіктес әріптесі Серік. Барды, биге шақырды. Сиқырлы вальс айналаның бәрін сұлулыққа бөлеп, жан дүниені балқытып барады. Алғашқыда лүпілдеген жүректі енді жан тербеген әуен тулатып, елжіретіп барады. Бір алапат сезім тұла бойын ерітіп барады. Айнала қуанышқа, нұрға, елжіреген мейірімге толып барады. Сүйрік саусақтарын ұсына берген келіншектің есімі Азия екен. Туған күн иесі де осы екен. Алаулаған жүзі бал-бұл жанып, екеуі вальс ырғағына қалықтап, үйіріліп айнала береді. Онша қалың емес, толқынды қоңыр шашы елбіреп, маңдайына күлтелене түсіп, көзін төмен салып, айналадағы құстың қауырсыны дерсің. 2-3 баланың атасы, 40-тан асып, жігіт ағасы болған Мақсаттың қазіргі күйі алғаш рет ғашық болған 17 жастағы боз баладан еш айырмашылығы жоқ еді. Одан кейінгі билерде де Мақсат пен Азияның жұбы ажырамады. Тіпті бұлардың көңілді энергетикасы сол жерде отырғандарды да шарпып, еліктіріп жіберді. Мейрамханадан шыққан соң әріптесі Серікке: жүр біздің үйге барайық. Үй кең, бүгін демал, оған дейін
ұлмекен де тәуір болып қалар. Қалғанын тағы да ақылдасамыз деді. Сол кезде Серік: «Мәке, күтіп алғаныңызға рахмет. Осы жаққа жол жүремін дегеннен қонақ үйге бөлме жалдап қойған болатымын. Сіздерді әурелемей сол жерге барып демалайын. Келіншегіңізге сәлем айтыңыз. Тез сауығып кетсін» деп сыпайылық көрсетіп кетіп қалды. Сол кезде Мақсат артқа қарай бұрылған кезде артынан шыққан туған күн тойлаушылар жолығып қалады. Тойдың жалғасы Азияның үйінде болады. Бізбен бірге жүріңіз деген көңілді топтың қиылған сөзін қимай бұл да бірге ілесті. Азияның үйі осы жерден алыс емес екен. Ұядай шағын 2 бөлме. Дастарханға жеңіл-желпі тамақтар қойылыпты. Бұлар шат-шадыман болған Азияның еліктіруімен армансыз биледі. Сосын түнгі қаланы көру үшін шатырға шықты. Түнгі Алматының қара көк аспанын, жұлдыздарды тамашалады. Түннің бір уағында бәрімен қоштасып, Мақсат үйіне қайтады. Келіншегі ұйықтамай күтіп отыр екен. «Осынша уақыт қайда болдың?» дегендей сұраулы кейіппен өзіне үрке қарағанын келіншегіне: «Бәрі дұрыс. Қалай болып қалдың? Әлі ауырып тұр ма?» деп еді. Ол көзі боталап басын изеді. «Отырып қалыппыз, тосылып барып әңгімелесіп» деді. «Шай ішесің бе?» деген сұрағына «Жоқ, демалайық» деп жуынатын бөлмеге беттеді. Мақсат сол кешті жалтылдаған көздерін еліктіріп әкететін қылықты Азия қызды ұмыта алмады. Сол үйдің маңайынан кешке, ертең, ерте бір жүріп өтуге тырысады. Ондағысы кездесіп қаламыз ба деген еріктік әңгіме. Не қалайды өзі де білмейді. Әйтеуір бір көргісі келеді. Бір күні кездесіп қалды. Амандық саулықтан соң келіншектің салалы саусақтарын уысынан шығармай қыса түсіп: «Қайда кеттіңіз? Көрінбейсіз ғой» деді. «Москваға барып келдім. Ғылыми еңбегімді бекітіп келдім» деді ол жарқылдай сөйлесіп. Ғалым екенсіз ғой» деді Мақсат. «Иә, осы жолды таңдадым» деді ол көзі жайнап. «Жумаймыз ба?» деп Мақсат қуланады. Азия аздап қысылғандай болып қалады да: «Жуайық, кешке келіңіз, мен аля-фурше жасап қояйын, одан күрделірегіне уақыт өте тығыз» деді аппақ тістерін ақсита күліп, қолын екі жаққа жайып. «Келістік» деді Мақсат басын изеп. Кешке гүлін, шампан, тортын алып келді. Қоңырауды басып еді. Бұны күтіп тұрғандай есік ашылып кетті. Мақсатқа алдынан хор қызы шыға келгендей әсер етті. Үлбіреген көйлек киген Азия лыпым-лыпым етіп жүр. «Көмектесейін бе ғалым қызға?» деп орнынан көтеріліп еді. Азия екі қолын елбірете жоғары көтеріп: «Отырыңыз, отырыңыз, сіз менің қонағымсыз» деп жік жапар болып қайта отырғызып қойды. Екеуі шампаннан бір ұрттаған соң Мақсат оған: «Үйіңіз жұмақ сияқты жайлы екен» деді. Үйде адам сияқты жаны бар» деді Азия қолындағы фужерді ерекше нәзіктікпен ұстауға қойып жатып. «Ерекше бір қонақ келсе де жайнап кетеді. Әр сәт мені көр деп жарқырап кетеді» дейді қыз. «Солай ма? Байқамаппын» деді Мақсат айналасына таңырқай қарап. «Иә, солай» деді Азия көзін төңкеріп. Бұл отырысының шырқын есіктің қоңырауы шырылы бұзады. Құрбылары екен. Азия, сенің тоқымыңды қағып жолыңды тосып жүрсек, біз танымайтын бір сиырмен отырсың ғой» деп олар бірінен кейін бірі бетін сүйеп үйге кіріп жатыр. «Бұл кісі бірінші құттықтады» деп өңі гүл-гүл жайнап Азия ақталып жатыр. Сонымен мұндай көңілді отырысты көрмеген Мақсат қанат бітіп аспанға қалықтағандай күй кешіп үйіне келеді.
Сұраулы кейіппен өзіне жаудырай қарап ұйықтамай отырған келіншегіне тура қарамай жанарын алып қашып: «Ұйықтай бермедің бе? Жұмыста біреулер жақсылығын жуып отырып қалдым», деп төсегіне беттеді. Сонымен мақсат Азияның естен тандыра еліктіріп әкететін бейнесін көрмесе тұра алмайтын халге жетті. Күнде жолын тосып тұрған мақсатты көрмесе Азия да елеңдеп қалатын болды. 3 баласын тастап, қайғыдан қан жұтып, бүк түсіп, басын көтермей жатып қалған әйеліне қимай-қимай қарап, мақсат бір шабадан керекті киімдерін ғана алып, Азияның жұмақтың төрінде 2 бөлмелі пәтеріне қоныс аударды. Азияның жарқыраған мінезі, қуаныштан жайнаған қап-қара көздері, мақсаттың жанын қинаған көріністерді сиқыршыдай сейілтіп еліктіріп әкете берді. 3 баласы туғанша бұндай өліп өшкен оттай өртеген құшақты, бұндай ықыласты, еруінді асып-тасып жатқан өзендей әйел махаббатын буырқанған темпераментті көрмепті. Мақсат бәрін ұмытты. Қазан басына, ошақ басына барып көрмеген ол, Азия кеш келеді, не жасап қойсам екен деп газ плитаның қасынан шықпайтын болды. Қолына азық-түлік толтырылған пакет бесектеп үйге асығып келетін болды. Кейінгі кезде Азияның жұмысы көбейіп кеш келетін болып жүр. Бір күні оның лоқсып жуынатын бөлмеге жүгіріп жүргенін көріп: «Жаным, не болды? Ауырып тұрсың ба?» деп бәйек болды мақсат. «Жоқ, бұл жай ауру емес, Макс, бұл бала болады деген сөз», деді. «Бақыттымын. Сені енді былай алақаныма салып жүрмесем артық болмайды», деп көтеріп алып еді. Азия: «Ой, жіберші, менің қаншама бітпеген жұмыстарым тұр, ал менің жүрісім мынау», деп жаратпай құшағынан бұлқынып түсіп кетті. Мақсаттың бақыттан басы айналып, аяғы ауыр әйелге балықты көп жеу керек екен деп дүкендерді іздеп жүріп, палтус деген балық әкеліп сорпа жасады. Интернеттен аяғы ауыр әйелдерге не істеу керек екенін іздеп тауып, Азияның жағдайын жасауға тырысып жүрді. Мақсаттың соңғы кездегі өмірінің мәні сүйіктісі Азияның қабағына кірбің түсірмеу, басынан құс ұшырмау болды. Өстіп жүргенде Азия үйде 2 күндей оранып, шымқанып жатып қалды. «Азөк, не болды саған? Bir жерің ауырып тұр ма? Не жейсің? Не істейін? Айтшы, өңің қашып тұр ғой», деп жанын жапырақ қылып жайып қасына отырған мақсатқа қарап: «Не переживай сильно, баланы алдырып тастадым», дейді бүңк етпестен. «Неге? Неге?» деді мақсат ышқынып. «Қалай дәтің барды? Ол да менің балам ғой, маған неге бір ауыз айтпадың?» деді. «Сенің балаларың бар ғой, маған баланың керегі жоқ. Ғылыми еңбегімді аяқтауым керек. Баламен отырсам, бөлім бастығы жұмысымнан да айырыламын. Әрі менің қызметім де жоғарылатамыз деп жатыр. Декреттік демалысқа кетсем, одан да айырыламын. Менің орныма көз тіккендердің қанша екенін сен білесің». Ол мақсатқа қадала қарап басын шайқап: «Көз алдыңа да елестете алмайсың. Золотое гнездо. Баламен отырғанымды мен де көз алдыма елестете алмаймын. Так что, дорогой Макс, радардан жоғалып кетуіме болмайды. Москвадағы жетекшім менен үлкен үміт күтіп отыр. Жақында көмекшісі келеді. Отырайын соның қасында құсып. Ал мен саған бала туып беремін деп уәде берген жоқпын. Мен ғалыммын, атағы бар, зерттеп жүрген тақырыбы бар үлкен ғалыммын», деп Азия сөзін аяқтады. Мақсат отырып қалды. Баланы аман-есен дүниеге әкелсе, өзім-ақ бағар едім деген сөз тамағына тіреліп, өкініштен өзегі өртеніп, кеңіресі ашып,
енді бәрі кеш қой, әрі еш мәні жоқ деп басын шайқап астыңғы ернін тістеді. Оның мен саған бала туып беремін деп уәде берген жоқпын деген сұп-суық даусы құлағынан кетпей қойды. Бұл оттай жанған Азия емес, мүлдем бөтен әйел еді. Жүрегі қысылғандай болып, тынысы тарылып, жан-жағына қарады. Терезе перделер салбырап, үйдің іші де күңірттене түскендей. Мақсат алдында тартқан алжапқышына қарады. Томаттың шырыны шашырап, сауыс-сауыс болып тұр екен. Шешіп лақтырып жібереді. Азия жұмысқа шықты. Күндегі әдетімен Мақсат тамақ жасауға кірісті. Борщ пісірді, даяр котлетті қуырып, күрішін бөлек бұқтырып, дастарханды жайып ұзақ күтті. Азия түн ортасында келді. Масаңдау екен. Сонда Мақсат «Қайда болдың?» деген сұрағына көзін әрең ашып даусын созып «Ресторанда» деді. «Москвалықтармен. Ты же знаешь, как они много пьют. Ой, умираю, демалу керек. А сен, как обычно, тамақ жасап қойдың ба? Өзің жей бер» деді сүйрік саусақтарын елбірете бұлғап. «Мой любимый, верный, единственный пятница» деді де жататын бөлмеге беттеді. Мақсат жағын таянып ас бөлмеде ұзақ отырды. Өзін далада қалған бейшарадай сезінді. Азияның бұрын да бірнеше рет түн ортасында келіп, не мүлдем үйге келмей қалған күндері де көп болған. Бірақ бұл уақытқа дейін еш нәрсе ойламапты. Жұмыс барысында жүрмін деп кінәлі кейіппен төмен қарап қасына келіп отырғанда ақ жан дүниесі елжіреп өкпесін, күдігін, барлық жаман ойларын ұмытып кететін. Ал Азия күйіп жанып бұның ыстық құшағына құлаған сәтте бүкіл ғалам аяғының астында жататын. Өзін жер бетіндегі ең бақытты, ең мықты, ең құдіретті жалғыз еркек кіндіктей сезінетін. Ал бүгінгі мына сөзі жерге қасық қылып қағып кеткендей. «Ойпырмай, мен сонда бұның пятницасы екенмін ғой. Махаббатымды таптым деп жүрсем, Робинзондай жалғыздық көрген соң амалсыздан мені жанына жақындатқан саяхатшы екен ғой» дейді. Қазақ әйелдерінің ішінен шыққан манипулятор. Қазақстанда ер адамдардан әйелдер көп дейді. Сонда солардың қаншасы бала туудан қашып, қарақан басының ғана жағдайын жасап, осындай монстрға айналады екен. Осыны зерттеген адам бар ма? Махаббатқа мас болып, не ұл мекеннің, не балалардың жағдайын сұрап, бармағалы, көрмегелі 2 жылдан асып кетіпті. Нағыз жұмақ солардың қасында екен ғой. Соны білмеппін. Басымдағы бағымды бағаламаппын. Мені қай шайтан түртті. Енді оларға не бетіммен барамын, не деймін. Міне алдымда алжапқыш, қолымда шөміс. Сол жесін, сол қуансын деп ас бөлмеден шықпаймын. Біреулер өлтір десе де, одан да тайынбай деп тұрмын. Ертең қасыма келіп, көзін мөлдіретіп, иегін иығыма сүйеп, жаным десе тағы да қалып қалуым мүмкін. Болды, жетеді. Қанша сүйсем де, мұндай эгоист әйелдің ойыншығы, пятницасы, қуыршағы бола алмайды екенмін. Осы сүрген тіршілігімнің өзі, бәріне көнгенімнің өзі мазақ қой. Балаларым ұл мекен көрмесін. Болды, кетемін. Ол қалтыраған қолмен құжаттарын түгендеп, қалтасындағы салды да есіктің кілтін столдың үстіне қойып, асығыс біреу ұстап қалатындай сыртқа шыға жөнелді. Түнгі қаланың тіршілігіне жаңа көргендей біраз қарап тұрды да, ол кетіп қонақ үйге қарай беттеп кетті.